Қаншылықсыз? 61. Үлкен екенсіз. Видео жазылып отыр ма? Жақсы сонда. Рахмет. Біздің президентімізді қоясыз ғой. Бірге білеміз. Иә. Қазақтың бәрі бірге болу керек. Қазақтың бәрі әділдік үшін, шындық үшін, әділ сайлау үшін бірге болу керек. Бірақ сайлауда бәріміз бірігуіміз керек. Кім шындықты қолдайды, сол шыққан адамды қолдау керек. Мен айттым ғой, басқа біреу шықса, мен де шығар едім соны қолдап. Сондықтан бұл жерде өзі сайлау қанша үш апта қалды. Ырым жырым болатынды керегі жоқ. Халықтың басын қатырудың керегі жоқ. Сіз бірге болу. Ай бәрекелді. Ақаң босаса. Біз Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы. Біздің таңдауымыз Әміржан Қосанов! Әміржан Қосанов! Әміржан Қосанов! Область Караганда, город Караганда. Наш выбор Әміржан Қосанов! Әміржан Қосанов! Әміржан Қосанов! Ал енді міне бүгін біз міне осы мынау флешмобымызды өткізіп жатырмыз. Қарағанды облысы міне келіп жатыр азаматтар. Бәрі тілектес, бәрі ниеттес. Енді осы Қарағанды облысының былайша айтқанда ұйымшылдығы көрініп тұр. Мыңдаған адам хабарласып жатыр. Сондықтан сайлауда көп қол жинаймыз деп ойлаймыз. Жеңеміз біз, жеңіс бізде. Жеңеміз бізде. Біз жеңеміз. Біз жеңеміз. Жереке, бір ауыз өлең айтып жіберуге болады ма? Зеленский, қазақтарды ояту үшін. Так, қымбатты жерлестер, қымбатты қазақ ағайындар. Кеше өздеріңіз көрдіңіздер, бұл уақыт өзгерісті талап етеді. Кеше жап-жас бала Зеленский бүкіл әлемді таңғалдырды. Демократия деген қандай болатын біліп, жеңіске жетті. Сонда менің есімім Мейрам болады, фамилиям Қарасартов болады. Бәлен жыл қызмет істедік. Бәріміз де осы отанның патриотымыз. Ешкім аспаннан түскен жоқ. Сонда мындай бір ауыз өлең жаздым я. Зеленский Украинада жалғыз әртіс. Ал шіркін қазағымның барлық әртіс. Әліптің артын бағып тойды ойнап жүр. Басқаның шаруасындай сайлау тартыс. Сондықтан ояныңдар бауырлар. Ешқандай Тоқаев та өзіміздің азамат, Қосанов та өзіміздің азамат, шетелге қашып кеткен жоқ. Сондықтан екеуінің біздің алдымыздағы барлық құқықтары бірдей, ешқандай қорқып үркудің керегі жоқ. Бәріміз де келешек балаларымыздың, немерелеріміздің болашағын ойлап, сол өзгеріс үшін бәріміз осында жүгіріп жүрміз. Жасымыз 60-тан асты, немереге ата болдық. Сондықтан мен өзімнің қатарластарымды, баяғы совет үкіметінің шинелінен шыққан азаматтарды, барлығында осы азаматымыз Әміржан Қосановты қолдауға шақырамын. Рахмет. Деңгіз аумағында жұмыс жасаймыз. Біз дауысымызды Әміржан Қосановқа береміз. Мұнау Теміртау қаласының Ақтау поселкесінің несі? Ақтау кенті. Мұны сол жерге Әміржан Қосановтың несін іліп жатырмыз. Үгіттеу насихаттарын жүргізіп жатырмыз. Мына кісі Манат деген ағамыз, Әміржан ағамызды қолдап жатқан кісі. Үгіт насихат жүргізіп жатқан кісі осы кісі. Акиматтан кіріп шықты. Сол. Во-первых, электоральная кампания достаточно короткая во времени. Казахстан большая страна, ее сложно сразу же за это время отделить. Но мы постараемся побывать в большинстве регионов. Ассалаумағалейкум, Сәтбаевтықтар, қазақстандықтар. Қарағанды облысы, Сәтбаев қаласы, Тәуелсіздік даңғылы спорт кешенінің маңында Әміржан ағамыздың билборды ілініп тұр міне. Ісіміз оңынан болсын. Облысының тұрғындары, мен Қаримов Ақмихали Серғалиұлы, ұлт тағдыр қозғалысының Қарағанды облысы бөлім төрағасы, президенттікке үміткер Әміржан Қосановтың штабының жетекшісімін. Жалпы бізде енді қазір сайлау науқаны жүріп жатыр. Бастапқы кезде қол жинау өте жоғары деңгейде өтті. Кейбір жерлерде қағаздар да жетпей жатты, кейбір жерлерде
талас та болып жатты, бір-бірімен реніш те болып жатты. Оның бір әсері енді қазақ халқының бірлігі мен санасының оянған деп ойлаймын. Енді мына екінші этапта үгіт насихат мәселесі басталған кезде бізде кішкене бір кідірістер болды. Енді ол бізде ұлттық қозғалысымыз жас ұйым ғой, бірінші рет сайлауға түсіп тұр. Сол кезде біраз іркістер болғанның әсерінен арамызда кішкене жігіміз өздеріміз байланысымыз үзіле бастады. Кейбір адамдар соны пайдаланып жеке дара өздері бас қосып жатты. Онымен қоймай кінәлауға барды. Енді бұның бәрі мен ойлаймын, жалпы енді біздің өзіміздің бірлігіміздің нығаюының керектігін көрсетті. Енді бұның қай жақтан әсер болды дегенде, бұл енді билік жағынан бір арамызға кішкене сынақ алынғандай болды деген. Енді мен сіздерге айтарым, осы сайлау науқанын жоғары деңгейде өткізіп, келешек ұрпақ үшін жол ашайық. Еліміздің тұтастығын, еліміздің бірлігін ойлайық. Жеке бастың қамын ойламайық. Біз атақ үшін, мансап үшін жүрген жоқпыз. Сондықтан бірлікте болайық ағайын. Көп рахмет сіздерге. Міне Шахтинский қаласының базары. Жалпы мына жерде Тоқаевтың да суреті тұр, Әміржан Қосанов ағамыздың суреті тұр. Бір бағанаға Тоқаев, бір бағанада Қосан. Ана бос жерінің бәріне қыстырып кетіп жатырмын енді. Жалпы осылай кете береді жалғасып. Үлкен базар, бірақ Шахтинскийдің барлық тұстарына, барлық нүктелеріне қыстырылып жатыр. Міне ұлдар Әміржан ағаларын іліп жатыр Теміртауда. Осылай ұлдар жұмыс істеп жатыр. Молодцы. Шахтинский қаласындағы мына кісілерге үлкен рахмет. Магазиндеріне қыстыруға рұқсат беріп жатыр. Алла разы болсын. Әміржан атағы дауыс береміз. Ассалаумағалейкум. Жерлестер, Әміржан Қосановтың плакаттарын ілу үшін біз Шахан кентіне бара жатырмыз, Шахтинский қаласына автобуспен. Алла берсе қазір сол Шаханға барып қыстырамыз. Қасымызда Бақытбай ағамыздың, Әміржан Қосановтың поклонниктері. Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Абылғай хан даңғылы, Төлеу батырдың ескерткіші. Әміржан Қосановты мен таңдауым Әміржан Қосанов. Құрметті ағайын. Автопробегтік бірінші күнімізді бастадық, амандық болса, тағы да осы аптаның демалыс күндері тағы да автошеруіміз болады. Бүгінгі азда болса көптеу көрейік. Біз Қарағанды қаласы Қосановты қолдаймыз. Семей Қосановты қолдайды. Қосанов. Бәрімізді Қосанов, бәрімізге Қосанов. Қосанов. Қосановқа дауыс береміз. Ұлт тағдырын шешеміз. Қосанов біздің сенімді өкіліміз. Қосановқа сенеміз. 5-тен 40 кетті, мен жолға шықтым. Міне автобус ола адам. Міне қолымда Қосановтың Әміржанның плакаты. Алла қалса, осына барып қазір таратамыз. Қазір осы автобус ішінде біраз үгіт насихат болды, келіскендер болды, келіспегендер болды. Бірақ
бәріне түсіндіріп бақтым деп ойлаймын. Мына жерден жүздерін көрсетіп бақтым, мына екі қыз отыр. Ол кісіге де түсіндірдім, мына кондукторға айтып түсіндірдім. Келіп түсінгендей болды. Әміржан Қосановпен бірге. Бүгінгі сапарымыз Сарепта елді мекені, яғни Шахтинскіге 11 шақырымдай жерде тұратын Сарепта деген ауылдық жер бар. Сол жерге келіп, мен Бәкен екеуміз жабыстырып жатырмыз. Әміржан Қосанов алға. Қолдай береміз ғой. Қолдаймыз. Әміржан Қосановты қолдаймыз және ел тағдыры үшін. Призывай не то, призывай вернуть наше богатство, наши же в руки. Ознакомьтесь, пожалуйста. Если понравится, голосуйте. Біз бүгін типографиядан расписать етіп алдық. Енді кешке қарай қазір жабыстырамыз. Біз Қарағанды облысы Шахтинск қаласы Әміржан Қосановқа дауыс береміз. Бізге қосылыңыздар. Қарағанды облысы Шахтинск қаласы. Біздің таңдауымыз Әміржан Қосанов. Біздің таңдауымыз Әміржан Қосанов. Әміржан Қосановтың атынан президент қойып отырған үміткер болады. Әміржан Қосановқа дауыс берулеріңізді сұраймын. Неге десеңіздер, Әміржан Қосановқа дауыс беріп, егер де Әміржан Қосанов президент болып ұтып жатса, қазіргі қол өтіп отырған бүкіл байлықтың бәрін халықтың қолынан қайтарып беруге уәде береді. Құрметті халайық, қазіргі саулығы немқұрайлы қарамай қояйық, өзіміздің даусымызды Әміржан Қосановқа берейік. Өзіміздің тағдырымызды, өзіміздің мүддемізді өзгертетін уақыт келді. Уважаемый народ, жители города Караганды, гости, а также, я вас прошу голосовать за Әміржана Қосанова. Әміржан Қосанов в нынешнее время баллотируется президента Казахстана. Нынче, если мы выиграем президентство, Әміржан Қосанов также нам всем с вами обещает все недра, богатства власти вернуть на руки. Пришло время отдать свой голос в нужды, в правильное русло. Пришло время жить правильно и отдать свой голос в правильные нужды. Я вас прошу отдать голос свой за Әміржана Қосанова. Я очень сильно вас прошу и призываю к этому. И также, чтобы вы к этому обращались. Пришло время. Сколько можно уже молчать и терпеть это? Вы сами бы также не устали это все терпеть. Нужды вытягиваются одной на другое. Если мы выиграем, Әміржан Қосанов, все это богатство, я вас уверяю и обещаю, что все в руки народа вернется. Я сейчас создам листовки о готовке от ОСА. Әміржан Қосанов нам обещает. Ознакомьтесь. Понравится, голосуйте за Әміржана Қосанова. Уважаемые, возьмите, прочитайте. Отдайте нужное время. Отдайте свой голос за Әміржана Қосанова. Это правильный выбор будет. Құрметті жастар, өзіміздің қолымыз алмасақ, оны ешкім бізге сырттан ешкім әкеліп бермейді. Уақыт келді. Баянауыл, шындықтан қашпа, Әміржан Қосановқа дауыс бер дейді. Әміржан Қосановқа дауыс бер дейді. Міне жарады. Акиматтағылар естер шығып отыр, не істейміз деп. Әкім өзі жүр, аудан әкімі. Дұрыс, баянауылдықтар, Әміржан Қосановқа дауыс берейік, қолдаңыздар. Мен Әміржан атаны қолдаймын. Құрметті қазақстандықтар, Қарағанды облысы Шахтинск қаласы Абай Құнанбаевтың ескерткіші. Жайлап мына жаққа қарасақ, машиналар тұр мына жерде. Әміржан Қосанов дейді. Әміржан Қосанов.
Әміржан Қосанов жабыстырып олар. Бұл да Әміржан Қосанов. Молодец. Әміржан Қосанов. Әміржан Қосанов. Әміржан Қосанов дейді. Әміржан Қосанов. Әміржан Қосанов болды. Әміржан Қосановты қолдаймыз дейді. Молодец жігіттер. Қазақстан! Алға! Қазақстан! Алға! Қазақстан! Алға! Менің таңдауым Қосанов. Өйткені ол алаш зиялыларының жолымен жүріп, ұлттық болмысымызды дамытуға жол ашады. Менің таңдауым Әміржан Қосанов. Өйткені ол мемлекеттік деңгейдегі маңызды шешімдерді қабылдарда халықтың ойымен санасады. Менің таңдауым Әміржан Қосанов. Өйткені Әміржан Қосанов түрлі деңгейдегі әкімдерді, атап айтқанда ауыл, аудан, облыс әкімдерін сайлауға жол ашады. Сонымен бірге құқық қорғау органдарын реформалап, соттарды да сайлауға жол ашады. Сөйтіп біздің елімізде әділдік салтанат құрады. Менің таңдауым Қосанов. Қазіргі кездегі еліміздің дамуына ең басты кедергі жемқорлық. Қосанов жемқорлық жояды. Менің таңдауым Қосанов. Қосановтың ұраны еркіндік, әділдік, шындық. Бұл үшеуі болмаған жерде еліміз дамымайды. Менің таңдауым Қосанов. Неге десеңіз, Қосанов азаматтарға сөз және саяси бостандықтың кепілі. Менің таңдауым Қосанов. Өйткені ол еліміздегі экономикалық жағынан артта қалған өңірлерді дамытуға кепілдік береді. Менің таңдауым Қосанов. Ұлт тағдыры біздің қолымызда. Бірлікте тірлік бар. Құрметті қазақ елі, Теміртау қаласының тұрғындарының таңдауы Әміржан Қосанов! Әміржан Қосанов! Ассалаумағалейкум. Біз Балқаш қаласынанбыз. Болашақ ұлтымыздың тағдыры үшін, тәуелсіздік үшін нығайы, әділеттілік пен шындық үшін, ұрпағымыздың болашақ, жарқын болашақ үшін Әміржан Қосановты қолдаймыз! 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 Құрметті қалайық, құрметті сайлаушылар, егер сіздерге қоғамымызда демократия болсын десеңіздер, ертеңгі ұрпақ пен балаларыңыз, немерелеріңіз жақсы өмірде сүрсін десеңіздер, Қосановқа дауыс беріңіздер. Қосановты қолдаймыз! Қосановты қолдаймыз! Қосановты қолдаймыз! Мы поддерживаем Қосанова! Мы поддерживаем Қосанова! Мы поддерживаем Қосанова! Қосанов наш президент! Выбирает Қосанова! Беріп жатсыздар ғой деп. Сөйтсе олар үндемеңдер, біз өзіміз білеміз деген ғой. Мен шақырды, мен барып айттым. Маған да көнген жоқ. Бір 300-400 адамға бюллетенге қол қоймаған. Енді дұрыс дайындалмаған ғой. Сосын кейіннен бізді алды да сол учаскеден академиядан неге округтік сайлау комиссиясына апарып өткізген уақытта біздің бақылау сол жерге барды да мынаны қайталап ашыңдар, бюллетендерге қол қойылмаған деп 300-дей бюллетеннің бәрін жарамсып тастадық. Сондықтан бюллетенге қол қойып сізге бюллетен береді. Сөйтеді де бюллетен бердім деп сіздің қасыңызға қол қояды, сіз бюллетен алдым деп қол қоясыз. Міне, қысқаша. Келдіңіз, көрсеттіңіз, бюллетенге қол қойып береді, ол қол қояды журналға, сіз қол қоясыз журналға. Құрметті ағайын, мынау бізді Фейсбукта жоғалтып қайда жүр деген бір әңгімелер естіп жатырмыз. Біз осының алдында Алматы қаласында болғанбыз. Бүгін таңертең пойызбен өзіміздің штабтың өкілдерімен қасиетті Қостанай өңіріне келдік. Қостанай өңірінің Қазақстан экономикасында алатын орнын білесіздер. Оның ішінде біз о бастан айтқанбыз, Ресеймен шекаралас облыстардың жағдайына біз қанықпыз. Сондағы ұлттық демократиялық мүддеде жүрген азаматтардың жағдайын білеміз. Соларға ресми түрде президентке кандидат ретінде қолдау көрсетіп келді. Бүгін жаңа кездесу болды, болып жатыр. Штабта да кездесіп, жұмысында көріп, әділеттікті, шындықты, бостандықты, ұлттық идеяны
аңсап сол үшін шаршамай еңбек